бізге былай айтып жүрді, біздің кезімізде ұстаз дегенді біз былай сыйладық, олай сыйладық. Ол келе жатқан кезде біз басымызды шешіп тұратынбыз, басымызды, бас киімімізді. Енді бізге не болды? Біздің қоғамда неге мұндай жағдайлар көбейіп кетті? Оқушының өліміне ұстаз кінәлі ма, ата-ана кінәлі ма деген екіұдай пікір қалыптасты. Бірақ екеуі де қате. Бір жақты кінәлау ешқашан дұрыс болмайды. Бір жақтан шапалақ шықпайды, екіншіден ұрған кезде ғана дыбыс шыққаны сияқты, біз бірлесіп жұмыс жасағанда ғана біз дұрыс тәрбие бере аламыз ұрпаққа. Ал ұрпақ тәрбиесі ешқашан селқостықты көтермейді. Осындай жағдайлар орын алуының себебі ең бірінші әлеуметтік желілердің және ойындардың, онлайн ойындардың көбейіп кетуінің кесірінен. Ал оны бақылайтын ата-ана жоқ. Ұстаздың шамасы келмейді. Әрине келмейді ұстаздың шамасы. Себебі ата-ана тұр ғой артында. Балаға тиме, ата-анасы келеді. Аман есен мектептен кетсін, ата-анасы келеді. Әрине төбемізде ойнайды. Өзіңізде балаңызға қаттырақ сөйлеп қалсаңыз, келесі күні сіздің айтқаныңыз істейді ғой. Құрметті қоғам, құрметті оқырмандар, мен сіздерге біреуге ақыл айтайын деп отқаным жоқ. Өзімдік жеке пікірім, біз егерде ұрпағымыздың келешекте жақсы, мейірімді, адамгершілігі мол қасиеттерін көргіміз келсе, біз оларға кітап оқытамыз, тек қана классиктерді оқытамыз. Дамуға, алға қарай дамуға күш сыйлаймыз. Даму деп отырғанымыз Инстаграм арқылы, Ютуб арқылы пайдалы ақпараттарды көрсін. Кітаптан да пайдалы ақпарат алсын. Ал қандай да бір шектеуі жоқ желілерге шектеулер қойылу керек. Жас ерекшелігіне байланысты. Немесе мүлдем жауып тастасын. Бұның барлығы тектен текке емес. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Сондықтан, құрметті ата-аналар, балаларыңызға қарап қойыңыздар. Олардың жанын түсініңіздер. Қазіргі балалар мүлдем бөлек. Бірақ мүлдем бөлек екен деп оларды еркелетіп жіберуге болады.